Біз Махатма Ганди атындағы мұражайдамыз қазір. Біздің бұл ұлы тұлға үнді мемлекетінің биылғы жылы 150 жылға толып отыр. Өздеріңіз білетіндей, Абу Насыр әл-Фараби биылғы жылы 1150 жылға толды. Сондықтан осындай үлкен мереке әлемдік деңгейде аталып өтіліп жатыр. Күн ортақ, ай ортақ, жақсы ортақ дегендей, осы 1973 жылы Санжар Захид деген өте мемлекеттік қайраткер жазушы осы біздің Қазақстанға әл-Фарабидің мерейтойына қатысуға келген еді. Өзінің денсаулығының сондай ауырлығына да қарамай, Абу Насыр әл-Фарабидің еңбектеріне тәнті болған, әл-Фарабидің бүкіл өмірін адамзаттың бақытты болуына, ғылым мен өнерге жақын болуына, тәлім тәрбиені үйреткен, сол трактаттарына сусындаған Санжар Захид өзінің денсаулығының жамандығына қарамай осы Алматыға келеді, қатысуға. Сонда ең соңғы сөзі, ол айтады: мен өмір бойы осы өзімнің бас иген, құрмет тұтқан Фарабидің отанында болып, олардың мұрагерлерін көріп, олардың елінде болу арман еді. Мен енді осы арманыма жеттім. Сондықтан әл-Фарабидің туған жерінде өмірден өтіп атқаныма тек қана қуанамын. Ешқандай өкініш, ешқандай өйткені мен арманыма жеттім дейді. Бұл Санжар Захидтің ең соңғы сөзі еді. Қарап отырсақ, міне Гандидің да, әл-Фарабидің де, Абайдың да, осы үлкен ғұламалардың тек қана адамзаттың ынтымақ бірлікті болуы, бейбітшілік болуы, ғылым білімге жақын болуы, тәрбиелі өнегелі болудың барлығының ұстамдары бір болды. Сондықтан мерейтой құтты болсын. Екі ғұламаның арасын 1000 жыл болып жататын болса, осы 1000 жылдықтың арасын бүгінгі 21 ғасырда жастар содан үлгі алып, жақындатып, тек қана содан сусынданып, данышпандық жолға жол тартсын деген менің тілегім.